біздің мақтанышымыз спорт шебері. Жалпы талай жарыстарға қатысқан біздің класстың спорт секторы Ахметов. Артта отырған біздің красавицамыз, красавица болғанда да жалғыз, амал жоқ, теңейтін ешкім жоқ та, содан кейін Айтолова Нұргүл біздің мектеп, біздің класстың тазалық секторы. Шатан басында бит жоқ та, бәрінен Айтолова! Абдуров басында бит бар. Страховат секторы бар. Отыр. Жоқса неге биттен жүреміз? Биттің бәрін санауларға сатып алайық. Мысалға деп отырмыз. Çok halıklı olmasına uğraş. Ne oldu? Bu birinci klastık götürüp niye alçıtatlarını mektup tutturamaya kaldım mı? Tutturamaya kaldım mı? Niye? Çeşit tuşlu son derdi direktörün geçirdi. Bölüm aytlarım bu 25 mayda to'g'richa dayım bo'lib bu söylемді айтам апайлардың алдында жақсы көрінемін бітіріп барады деп соңғы мектепті аттестаттап жүрмін мектепті бір өлең үшін бір өлең үшін қандай өлең ол айтшы мына өлең ғой мектебім менің мектебім өртеніп неге кетпедің деген осы өлеңге иә бермей қойды ғой директор мырза сізде мүлдем ұят жоқ екен мынандай қараңызшы қандай талантты қандай тембр қандай дауыс не деген керемет бұндай өлеңге бұндай талантты балаға аттестат беру керек тек қана аттестат емес қызыл аттестат беру керек алтын белгіге беру керек тағы жүретін естілесің жарасы көңіл түсіңіз бәрі жақсы болады уайымдамай жарай көресің Алло, ту директорға не болды сізге бүгін? Учительскийде? Жарайды қазір келем. Қызмет танысып. Шай ғой, жаңадан кейін ғой. Не? Аша, мен өзім ең жақсы оқитын өзім, старсын. Қиналма, бақылау, бәрін айта бер. Кітап, интернет болса үйінде мен шақыршы маған біраз нәрсені көшіп алды. Үйде интернет жоқты кейде тұрамыз. Короче, басқа класстың жігіттері тиісетін болса маған айт, мен осы класстың атамамын мақма. Атақ мен де сабақ жақсы оқимын, бір төрт жоқ. Бәрі іштеп қойса. Рас қой, тегін қоямыз. Не ғой, Аша? Мен тұрмыз деп ойлама, просто андай да. Басқа қыздарға айтқым келеді да. Просто айтайын сен дұрыс түсінбей ма деп қорқам да. Жаңа сен естен кірдің ғой, кіріп жүзіне қарасам бір түсіндім, мол қыз сияқтысың да. Иә. Бұл уақытқа дейін бір қызға айтып көрмеген бе, сен біріншісінде Аша. Сен бірақ өтініш дұрыссыншы, иә? Не ғой, маған 5000 теңге қарызға бере тұршы. 5000 теңге жоқ. Бәлек жоқ болса, бәлек. Апай директормен бір деңгесі бар негізі. Болды, бірінші рет көріп тұрсыңдар ма? Так, маған шулай бермей, сабақ кім айтады? Апай, мен айтайшы. Апай, пожалуйста, мен айтайшы. Апай, мен айтайшы, апай. Айтшы. Ахмет, неше төбелесті? Айтып қойды ғой ona. Осып қойды ғой оған. Сабақ айтып қойдысың. Аязбай тұрып. Үй тапсырмасын не берді? Ұлы Отан соғысы. Так, айта бер. Яғни Ұлы Отан соғысы, яғни 1941 жылы, яғни басталды, яғни 1941 жылдан, яғни 45 жылға дейін, яғни болған дейді, яғни сол соғыс. Яғни сол соғыста, яғни ол атылған оқтың, яғни 9-ы, яғни Шымкенттегі, яғни Қорғасын заводтан, яғни шыққан дейді, яғни ал енді Қорғасын заводына, яғни Болды, мына көрме Шымкенттегі бүкіл завод тұрайын деп тұрсың сен. Отыр, Аязбаев. Яғни емес, бес. Сен сабақ айтқан күні бар ғой, үйге барғанша яғни деп бар. Кеше сасқаннан яғни деп такси тоқтамай қойды. Так, Ахмет. Мен емес апай төбелескен. Сабақ айт! Не туралы айдың? Ұлы Отан соғысы. Қай соғыс ол? Ұлы! Сабақ! Ұлы Отан соғысы! Ұлы Отан соғысы! Ұлы Отан соғысы? Ұлы Отан соғысы. Ұлы Отан соғысы. Қай жылы басталды? Қай жыл басталды? Мен сенен сұрап тұрмын, қай жыл басталды? Мен сұраған? Ей, сыбырлама өз етеді. 41 жыл деп өз етеді. Апай, мен мектептің тілінде емес, көшенің тілінде айтыш. Бандит тілінде. Ой, бандиті, айтшы, қалай айтсын? Сабақ айтшы маған, қалай айтсын? Салам алейкум, братан апай. Короче, тема мынандай болған ғой.
тұрады ғой. Сөйтеді де біздің Иван деген бауырымызды испатчикке алып кетеді ғой. Ол жерде кім тапсырып кетіп болғанын білмеймін енді. Көзбен көрмегеннен кейін қиын ғой, білесіз ғой. Сөйтіп Иван деген бауырымыз қасына Өзбекстаннан, Қырғызстаннан, ар жақтан, мына жақтан неше түрлі жігіттерді, атлеттерді, маргариндерді шақырып теманы жаба алмай қалады ғой 45-ші жылы. Сөйтеді де кім шақырамын деп Қазақстанның ең авторитеттерін шақырып, соғысты жауып мықты қылып тем ақ тастайды ғой, короче. Біздің ағамызда, өзімізде қазақтарда. Қалай, беске тартып тұр ма? Не ғой Ахметов, мен онда сенің тіліңде түсіндіріп берейін, е? Разговор жоқ. Не ғой оқушымда ішке? Что там? Әңгіме жоқ, әңгімені сойып қояды екенсің. Чоп-чоп, қалай, дың-дың-мұң-мұң. Ырза болып же, апасына матетіп қойсын, да? Бірақ бес қоямаймын ренжіме оған. А что? Менен де спрос бар үш қоясың, а? Тордағы жігіттерге салам загани. Қосып беремін жігіттерге. Сен біз көшені мектебін жүрмедік ме? Осы сен сабақ айтқан күні үйге барады, бала-шағама разборка істейін барып алды. Что там, кім баласың деп алды. Кім жын отыр. Екі, сөйлеп болды. Үй тапсырмасы Ұлы Отан соғысы. 1941 жылы атын өшкіріп Гитлер тыныш шапқан совет ударына соғыс ашады. Сол соғыста қаншама ата-бабаларымыз қаза табады. Атамай! Папама кезай! Папама кездемелер-ай! Аталарым-ай! Тек қана ата-бабаларымыз емес, сонымен қатар қаншама аналарымыз, апаларымыз да қаза тапты. Сестраларым-ай, теталарым-ай! Бабуляларым-ай! Ол сұрап бұл соғыста хан деген өзен бабағы. Оқ деген аспаннан жақып шашады. Болды, түрек болды, отыр. Адамның көңілін бітсін шығарып, осы түрек болып сен сабақ айтқан күні тура бір жаназадан қайтқандай боламын. Адам шын шығарды. Не істесем едің? Төбеш! Жүрек тұрған ұят болады сабақтан. Директор жетсе кіреміз, директор жетсе! Қалайсыңдар балалар? Жақсы. Қалай, мына мектепті жылы ма? Жылы. Енді салқындау болды да, мен көмірді үйге, то есть мектепке түсірсем үйге барып түсіп кетті ғой. Енді жыл тарс боламыз. Сіздің үйіңіз жылы болса болады, біз мектеп жылы ғой. Балдар қалай, тамақтарын тоқ, бәрі жақсы ма? Үйлерден тамақтар. Мен анау ашық сабаққа қатысайын деп мұжат болды. Отыра беріңдер. Салам алейкум, брат. Салам, братан, не случайно. Жалпы, адай, менің классымда 80 қойса да болады, құдайға шүкір. Иншалла деп айтайын, менің балдарым өте сондай керемет. Ол сабақ үлгерімдері, мысалға айтатын болсақ, Аязбаев өте сабақ үлгерімі өте мықты, беске оқиды, олимпиадаларға жібермейді. Жақында бірінші орын алып берді, тұрыптан айтып берді, да? Қартам бар, өтесінде бірінші орын алып берді, жақында. Аязбаев. Сенің әкең аты кім? Тілеубай. Сен Тілеубайдың баласысың ба? Иә? Ой, сенің әкеңмен бір партада отырған тура олар осы баладай бірге отырып, бірге күліп, ойнап. Класстас болғансыз. Класстас болғанбыз ғой, сенің әкеңді бәріміз біз мазақтайды. Кателек туады деген осы. Бұлардың аталары да кәтелік болған ғой. Апалар консервный банкі бар. Ай, толған. Апам айтқан ба? Кателек деп айтуға келмейсің. Отыр. Ана қасыңызда отырған Ахметов Жарас деген жігіт, біздің өте бір сонда керемет жігіттердің бірі, біздің мақтанышымыз, біздің спорт секторымыз, құдай қаласа олимпиадаларға қатыспақшы. Ахметті мен танимын ғой. Телевизордан көргенсіз.
қой. Жоқ, кеше терезеден көрдім ғой, 5-ші класстың қыздарынан бөліп таяқ жеп жатыр ғой мынау. Мына осылай төбелессең, ұрлассаң, өтірік айтсаң, өсесің, түрмеге барып өшесің балам. Молодец. мына алдыңызда отырған көңіл күйі жоқ жігіт мынау Төреқұлов деген жігіт. Керемет жігіт. Не болды? Мынау жылап жатыр ол бала.